Алматы тұрғындары, алыстан келген қонақтар, Алматы деген қала бұл қазақ өнері мен әдебиетінің алтын бесігі. Осы қалада біздің мен деген қазақтың бәрі осы қалада өскен, осы қалада өзінің кім екенін танытқан. Мына үш адам бір үйдің баласы сияқты, шынында да солай. Олар қазақ поэзиясының алтын сарайының үш ұлы. Үшеуінің қазақ әдебиетіне, оның ішінде поэзияға сіңірген еңбегі өлшеусіз. Анау 57 жылы Тұманбайдың студент дәптері деген кітабы шыққан. 59 жылы Қадыр Мырзалиевтің Көктем деген кітабы шыққан. Ал 61 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің Балауса деген кітап шыққан. Осы үш кітап қазір поэзия тұр, көріңіздер, аулаларыңызға болады. Соны оқып отырсаңыздар, үшеуі де бірден ақын болып келгенін көрсетеді. Онда Балауса, балам өлеңдер жоқ, бәрі керемет. Сонда қарап отырсаңыз, біреуі Қадыр Мырзалиев ақпанның 5-інде дүниеге келген, Тұманбай Молдағалиев наурыздың 20-сында дүниеге келген, Жұмекен Нәжімеденов қарашаның 28-інде дүниеге келген. Сол үшеуі де жан-жақтан басқа жерде, басқа топырақта тұрса да, осы жерге келіп өзінің кім екенін көрсеткен керемет ақындар. Бүгін ол кісілердің творчествосы туралы, ол кісілердің әндері айтылып, творчествосы туралы әңгімелер болады. Олардың соңынан еріп келе жатқан інілері, қарындастары сөйлейді. Сондықтан да бүгін біз керемет жыр кешінде не куә боламыз деп ойлаймын. Үшеуінің қазаққа жасап кеткен дүниесін қазақ әр сәт сайын сезініп тұру керек. Ол үшін ол үш ақынды оқу керек. Үш ақынға тереңдеп ену керек және білу керек. Мен Тұманбайдың әндерін, Тұманбайдың сөзіне жазылған әндерді, Қадырдың сөзіне жазылған әндерді, Жұмекеннің тартқан күйлерін тыңдағанда қазақ деген халықтың барлығына, қазақ деген халықтың осындай ұлыларын туалатындығына қатты қуанамын. Тойларыңыз құтты болсын. Біздің осы ортада осы үш ақынның да әулеттері келіп отыр, бала-шағалары келіп отыр, Күлтай апай келіп отыр, Қадыр Мырзалиевтің екі ұлы және немерелері келіп отыр, Жұмекен Нәжімеденовтің Мағжан бастаған ұл қыздары келіп отыр. Айналайындар, тойларың құтты болсын. Той қыласың.